Қайырлы күн достар. Бүгінгі видеомызда біз осындай галстукты тігетін боламыз. Бұл галстук екі түрлі осындай материалдан тігіледі және осындай оюды жабыстыратын боламын. Бұл оюдың артында өзінің клей болады. Ыстық үтікке басқан кезде өзі жабысып қалады. Мен енді материалымды дайындап шығамын. Мен арнайы 62 сантиметрді қырқып алдым және көлденеңінен 12 сантиметр қырқып шықтым. Осындай екі дана керек бізге. Осыны қазір екі бүктеп үтіктеп аламын. Міне материалымызды дайындап, енді бір шетіне 6 сантиметр және екінші шетінен 11 сантиметрді мен белгілеп аламын. Осы бойынша қазір бір түзу сызық сызып шығамын. Сіздерге видео қызық болса, комментарий жазып, видеоға лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Енді сызған сызығымның үстінен қырқып аламын және екіншісін дәл осылай материалдың үстіне қоямыз және оны да қырқып аламыз. Және тағы да кішкене кусок материал керек болады. Енді галстугымыздың бірінші ортасын тігіп аламыз. Бір-біріне беттестіріп, машинкаға бірінші закрепка жіберіп алыңыз және соңынан тағы закрепка жіберіңіз. Енді екі бүктелді. Енді галстуктың бас жағын бірінші тегістеп қырқып аламын. Үтіктелген жердегі сызықты дәлме-дәл теріс бетіне қаратып бір тігіс жүргіземін. Сіздер менің қайталағанды дәл видеодағыдай қайталап отырыңыздар. Екінші жағында дәл солай жасап, тігіп шығамыз. Енді ұшын оң қаратамыз. Үш бұрышты қылып, оң қараттым. Ұштарын қайшымен шығарып. Осы бойынша үтіктеп алсаңыздар да болады. Болмаса сызық бойынша мен булавканы қыстырып қоямын, жылжып кетпеу үшін. Осылай қайталасаңыздар да болады. Екіншісін дәл солай қыламын. Оң қаратып алдым. Енді бұның да дәл ортасындағы сызығына тігісімді келтіріп және булавка қыстырып шығамын. Енді үтікке барып, үш бұрышты қылып жатқыздым тігісті. Енді жанын тігіп шығамыз. Қазір мен көрсетемін. Бірінші закрепка жіберіп алдым және тігіп жатырмын. Ортасына дейін тігіп, кішкене 10 сантиметрді тікпей қалдырып кетіңіз. Өйткені мен қазір теріс жағын оң қаратқан кезде сол тетіктен оң қаратуымыз керек болады. Енді булавкамен тағы да тігістің ортасын белгілеп, үтікке барамыз. Үтікке барып, жақсылап тұрып, үтікке тігісін басып болғаннан соң оюды жабыстырып қоямын. Бұл галстук арнайы тапсырыспен жасалған болатын. Сіздермен болған меруерт. Келесі кездескенше.